Сондықтан, құрметті оқушылар, бүгін біз тригонометриялық функциялардың туындысын табуға есепті шығаратын боламыз, мысалдар қарастырамыз. Бірінші бізде кестеге назар аударайық. Функцияның туындысы, яғни синус x функциясының туындысы бізде косинус x функциясын береді. Ал косинус x-тің туындысы ол минус синус x-қа тең. Тангенс x функциясының туындысы ол 1/мен косинус квадрат x-қа тең болса, котангенс x функциясының туындысы ол минус 1/мен синус квадрат x-қа тең болады. Мұндағы косинус пен котангенстің туындысының алдында теріс таңба. Осыған қарап, қазір енді бірінші мысалды қарастырайық. Бірінші мысал бізде косинус x-тің туындысы болып беріліп тұр. Y штрих, яғни туындының белгісі штрихпен белгілейміз. Бұнда 3 косинус x туындысы. Бұндағы 3 дегеніміз бізде коэффициент болғандықтан, оны алдына жазып қоямыз. Енді косинус x-тің туындысын қарайық. Косинус x-тің туындысы ол бізде минус синус x-қа тең. Минус синус x деп жазамыз. Бұны ықшам түрде жазатын болсақ, минусты алдына шығарып жібереміз. Минус 3 синус x. Бұнда берілген функцияның туындысы минус 3 синус x-қа тең деген сөз. Екінші мысалы қарастырайық. Екінші y штрих тең косинус 3x туындысын қарастырамыз. Бұнда біз кәдімгідей қарапайым косинус x-тің туындысын қарайық. Косинус x-тің туындысы ол бізде минус синус x. Бізде синус x-тің орнында 3x тұрғандықтан, бірінші өзгеріссіз 3x-ті жазып аламыз. Енді мұндағы тұрған 3x-тан туынды аламыз. 3x туындысын аламыз. Яғни бірінші туындысын алайық. 3x-тің туындысы бізде 3-ті береді. Минус 3 деп алдына жазамыз. Соңына синус 3x-ті тіркеп жазамыз. Синус 3x-ті тіркеп жазамыз. Келесі үшінші мысал y штрих тең 2/1 синус x функциясының туындысын табайық. Мұнда жаңағы бірінші мысал сияқты 2/1 дегеніміз коэффициент, коэффициентті өзін жазып қоямыз. Енді синус x-тің туындысы кестеде бізде косинус x-ті береді. Яғни сонда берілген функцияның туындысы 2/1 косинус x-қа тең екендігі шығады. Төртінші мысал қарастырайық. Төртінші мысал y штрих тең синус x бөлінген 2 туындысы. Енді сіздерге оңай болу үшін осы синус x бөлінген 2-ні бұлай жазып алайық. Осылай жазып алсақ та болады, себебі бізде мұнда 2/1 коэффициент ретінде алдында тұрған көрініп тұрады. Енді кәдімгідей синус x-тің туындысын қарайық. Синус x-тің туындысы бізде ол косинус x-қа тең. Сондықтан мен мына жерге косинус 2/1 x деп жазалам. Енді келесі 2/1 x-тан туынды аламыз. 2/1 x-тан туынды аламыз. Тең косинус 2/1-ді жазып қояйын. Көбейтеміз. 2/1 x-тің туындысы өткен сабақта болғандай, бұл 2/1-ге тең болады. Бұны ықшам түрде жазатын болсам, 2/1-ді коэффициент ретінде алдына жазам бірінші, одан кейін косинус 2/1 x. Бастапқы түрге келтіретін болсаңыздар, онда 2/1 косинус x бөлінген 2 деп жазуға да болады. Келесі, бесінші мысал негізі қателестен бесінші, мына 6-шы деп белгілейік. Енді келесі бесіншіні көрейік. Бесінші мысалда y штрих тең тангенс 2x-тің туындысын алу. Мұнда тангенс x-тің туындысы бізде 1/мен косинус квадрат x-ті беретін. Біз кестеден көріп отырмыз. Косинустың квадраты 2x. Енді бұндағы мына тұрған 2x-тан тағы да туынды аламыз. 2x-тан туынды аламыз. Яғни мына жердегі тұрған аргумент 2x болатын болса, онда косинусқа да сол 2x жазамыз. Яғни тангенстің аргументі ол косинусқа қайталанып жазады. Бірақ сол аргументтен тағы да біз не істейміз? Туынды аламыз. 2x-тің туындысын алатын болсақ, ол 2-ге тең. 2-ге тең, сондықтан 2-ні 1-ге көбейтеміз де
2 деп алымға жазуға болады. 2 деп алымға жазуға болады. Ал бөлімі өзгеріссіз қалады. Сонда егер тангенс 2х-тің туындысы бізде 2 бөлінген косинус квадрат 2х-қа тең екендігі шығады. Келесі 6-шы мысалды қарастырайық. Y' котангенс x бөлінген 3-тің туындысын алайық. X бөлінген 3 дегеніміз жаңағы синус x бөлінген 2 дегенге ұқсайды. Сондықтан да соны басып алуларымызға болады. Бұл котангенс x-тің туындысы бізде минус 1 бөлінген синус квадрат x деп сондықтан минус 1 бөлінген синустың квадраты x бөлінген 3 деп жазылған. Енді көбейтем, осы тұрған x бөлінген 3-тен туындысын аламын. 3-тен туындаламыз. X бөлінген 3-тің туындысы бұл бізде 3-тен 1-ді береді. Түсінікті болу үшін бұлай жазып алайын. Синустың квадраты x бөлінген 3 көбейтілген 3-тен 1. Біз 3-тен 1-ді алымға көбейткенмен, бөлшектің үстіне бөлшек шығып кетеді. Сондықтан да 3-тен 1-ді біз синусқа ғана көбейте салсақ болады. Сонда алымда 1, яғни 1-ге 1-ді көбейтеміз 1, бөлімде 3 синустың квадраты x бөлінген 3 шығады. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.